Қайырлы кеш, құрметті аудитория, қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз қалай? Мен естіліп тұрмын ба? Мен естіліп тұрсам, қосуды қоя кетіңіздер. Бұл тікелей эфир сақталады, және бұл тікелей эфирді мен YouTube арнама жүктеймін. Егер де баяу сөйлеп жатырсам, YouTube арнасында жылдамдығын 1,5-ға немесе 2-ге қойып тыңдауға болады. Супер, естіліп тұр дейді. Бұл тікелей эфир сақталады. Ал бастаймыз. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде осы тікелей эфирдің астына жаза кетіңіздер. Ең бастысы, мен сіздермен сөйлескім келгені бүгін ол ақша туралы. Ақша. Бәріміздің кредитіміз бар, бәріміздің қарызымыз бар, төлей алмай жүрген. Қалай көп ақша табуға болады? Ақша табу үшін сіздерге ең бірінші жазып алыңыздар. Назарларыңызды бағыттауды үйреніп алуларыңыз керек сіздер. Яғни, назарыңызды ақша табуға қою керек. Көптеген жандар кредиттерін немесе қарыздарынан қалай құтыларын білмей, немесе кредиттерін төлей алмаған кезде сіздер не ойлайсыздар? Кімнен қарызға ақша сұрасам екен деп ойлайсыздар, иә? Кімнен қалай ақша сұраймын, қалай сұраймын, не деп айтам, қашан берем деп айтам, деп сіз сол ақша сұраудың сценарийін құрасыздар, ойша. Мен әпкеме звондаймын, бұлай айтам, осылай айтам, ақшасыңды 3-4 айдан кейін қайтарып берем, берші деп айтам, деп сіз өзіңіздің ойыңызда, яғни сценарий құрасыздар. Ойлайсыздар, қалай айтатындарыңызды. Соның орнына сіздер бүгіннен бастап сценарийді өзгертулеріңіз керексіздер. Яғни, мен кредитке ақша төлеуім керекпін, немесе қарызымды өтеуім керекпін, қалай төлеймін деген кезде сіз біреуден ақша сұрауды ойламайсыздар. Кешіріңдер. Біреуден қарызға ақша сұрауды ойламайсыздар. Сіздер ақша қалай тапсам деген сұрақ қоюды алмастыруларыңыз керек болады. Яғни, мен не сатсам болады? Бір. Қандай іс мені қызықтырады? Қалай сатамын? Не сатамын? Және не істеп бастауға болады бүгін? Деген осы сұрақтарды қою арқылы сіз күнде өзіңіздің сүйікті ісіңізді табуыңыз керексіздер. Егер де ісіңіз болмаса. Бірінші, қандай зат сатсам болады деген сұрақ болу керек сізде. Содан кейін бір ойлар келеді. 1-2 ойлар. Мүмкін анан сатсам, мүмкін Каспий дүкен ашсам қалай болады деп. Негізі ақша табу оп-оңай негізі. Сізге тек өзіңізге бағыт-бағдар беру керек та. Мен өзіңізге сұрақ қою арқылы сіз жауапты таба аласыздар. Мен не сатқанды ұнатамын, мен не істегенді ұнатамын. Окей. Сосын мүмкін бір заттарды болар ойыңызда көптен бері бір сатқыңыз келіп жүрген, бір ашқыңыз келіп жүрген, дүкеніңіз ойлап жүрген боларсыздар, бірақ әлде сол реті келмей, әлі ашпай жүрген боларсыздар, әлі бастамай жүрген боларсыздар. Сізге күтудің қажеті жоқ. Біз тек қазірмен өмір сүреміз, осы сәтпен. Бізде ертең деген жоқ. Ертеңді ешқашанда күтпеңіздер. Ертең бір жақсы сәті түскенде деген жоқ мүлдем. Өйткені бізде тек бір уақыт бар ғой. Ол қазіргі сәт. Бізде басқа сәт жоқ. Ертең деп ертеңді күтсеңдер,
ертең болған кезде қайтадан қазір болады. 10 жылдан кейін ұлыңыз келін алып келген кезде үйге қайтадан қазір болады. Жасыңыз 90-ға келген кезде қайтадан қазір болады. Бізде ертең деген жоқ. Сондықтан ертеңді күтпеңіздер. Мен ертең бастаймын, дүйсенбі күні бастаймын деуді доғарып, сіздер қазір бастауларыңыз керексіздер. Тап қазір. Сізді сол идея ұйықтатпау керек. Білесіздер ме? Мен сатқым келеді, мен бірдеңе жасағым келеді, мен табысты болғым келеді, мен қалаған өмірімді сүргім келеді деген сізде рух болу керек табыс табу үшін. Міне, егер де көптен бері ойлап жүрген, бастай алмай жүрген ісіңіз болса, қазір бастаңыздар. Сізді идея егер де ұйықтатпай жүрсе, бастаңыздар. Ашыңыздар ана Инстаграм дүкендеріңізді. Сторис салып бастаңыздар, рилс шығарып бастаңыздар. Инстаграм деген ол дүкен. Сіздің дүкеніңіз. Тіпті кез келген затты осылай Инстаграмда тікелей эфирге шығып сатып жіберуге болады. Сондықтан қорқпаңыздар Инстаграмнан. Кім не ойлайды, тума туысқандар мен туралы жаман ойлап қала ма деген ой болмасын. Өйткені сіз өзіңіз туралы ойлауыңыз керексіз. Қашанғы жүресіздер осылай, ақшасыз, қарыздан қарызға, кредиттен кредитке. Болды. Жұрт не ойлайды, кім ұят болады ғой, мен жаңағы дұрыс әлі тікелей эфирде сөйлей алмаймын деп айтсаңыздар, стоп деп айтып өзіңізге, мен жасай алам, мен істей алам, мен шыға алам деп өзіңізге күш беріп аффирмациялар айтсаңыздар өзіңізге, сіз шабыттанған әрекет жасап бастайсыз. Менің YouTube арнамда аффирмациялар бар, ұзақ аффирмациялар бар. Мен деген бар, ақша туралы бар, және миллиардерлердің таңғы тыңдаулары деген бар. Солар тыңдап көрдіңіздер ме? Тыңдап көріңіздер. Күшті рух береді сіздерге. Ұшасыздар ғой. Басталмай жүрген ісіңіз болса, бастап кетесіздер. Ештеңеге қарамай, ешкімді тыңдамай. Міне, сондықтан бірінші ісіңізді анықтау керек. Қандай іс бастайтыныңызды. Ал егер де ісіңіз болса, мүмкін жаңағы болады ғой бір дүкеніңіз бар, немесе сататын товарыңыз бар делік. Бір сенімдер болып қалу мүмкін сіздерде. Бір барлығын істеп жатырмын, Инстаграмда рекламында сатып алып жатырмын, жаңағы көптеген ақша құйып жатырмын рекламаға, бірақ біреу менің жолымды жауып тастағандай сезінем. Бір жүрмейді, тұрып қалды осылай. Неге? деп ойлайтын болсаңыздар, онда мәселе сіздің сеніміңізде жатыр. Сіз күнделікті өзіңізге сол менің затымды ешкім сатып алмайды, қайдағы маған кім, менің заттарым кімге керек, немесе бүгін ешкім сатып алмай қалса не істеймін деген, сіз күнделікті өзіңізге не айтып отырсыз? Ойыңызда қандай диалог құрып отырсыз? Соған мән бере аласыз ба? Мен затымды ешкімді алмайды, менің затымды ешкімді алмайды, менің затымды ешкімді алмайды, ешкім алмайды деген кезде сіз өзіңізге шектеу қойып отырсыздар. Яғни сіз әлемге айтып отырсыз, менің затым өтпейді, менің затым ешкімге керек емес деп. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Біздер фестивальға бардық қой Таиландқа, жаңа жылға. Сонда достарымызбен кездестік. Көптеген неше түрлі елден достарымыз келді. Сол бір досымыздың әйелмен жаңадан таныстым да, мен оны әлі білмедім. Сөйтіп біздер жаңадан таныстық. Ол әйелі Япониядан, сосын маған айтады, Әйгерім дейді да, енді менен сұрады ғой, немен айналысасың деп. Сосын мен айттым, лайф коучпын дедім. Сосын ол айтады да, мен өте шеберлі адамын дейді. Мына макраме бар ғой, мойынға моншақ, неше түрлі қол өнерлерін жасайды. Өте әдемі жасайды екен, өте әдемі жасайды. Соларды сатып бастадым дейді. Жасап бастадым, бірақ өтпейді дейді да. Мен табысты бола алмадым дейді.
Адамдар айтады, сенің макраме қол өнерің қандай тамаша, қолың алтын деп айтады. Бірақ өтпейді, неге екенін білмеймін, неге өтпейді дейді да. Сонда өзіме сұрақ қойдым, сен күнделікті өзіңе қандай әңгіме айтатын болдың? Өтпейді, кім алады, кімге керек, адамдардың ақшасы жоқ қой деп айттың ба? Әлде менің товарым күшті өтеді, менің товарыма дейтін адамдар очередьпен тұр, кезекпен тұр сатып алуға, керек макромаларын адамдар бір ай, 2 ай бұрын алдын ала ақшасын төлеп маған тапсырыс береді, клиенттерім кезекте тұр деп айттың ба деп сұрап едім. Сонда айтады маған, күнде өтпейді деп күнде күтіп жүрдім дейді да. Сол үшін ешқандай затым өткен жоқ дейді. Қаншама уақыт кетті, олар өте әдемі, әлі де бар, әлі тұр дейді да, өтпей. Міне, өзіңізге қандай күнде әңгіме айтасыздар, соны тыңдаңызшы. Өтпейді, кім алады, қазір конкуренция көп, қазір бәрі сол менің затымды сатып жатыр. Ал мысалға мен өз тағдырымның авторымның курсын сатамын. Мен айтпаймын ғой өзіме, қазір бәрі курс сатып жатыр деп. Қазір барлығы курс сатып кетті деп ойламаймын да мен. Түсінесіздер ме, айырмашылық неде? Мен өзімнің нақты беретін білімімді білем. Мен еңбектендім, мен әдемілеп мен өз тағдырым авторымның курсын жаздым. Мен өз тағдырым авторымның курсын мен 1 айда жазған жоқпын, 2 айда жазған жоқпын. Немесе командам жазып берген жоқ маған. Мен өзім жаздым. Авторлық. Өзім текстін жаздым, өзім музыкасын таңдадым, өзім өңдедім, өзім бәрін өзім жасадым студияда. Профессионалды түрде. Көрдіңіз бе? Мен сапасын білем курсымның. Сондықтан мен ойламайым, басқа адамдарды сатып жатыр ғой, менікін ешкім алмай қалса не болады деген менде ой тіпті кіріп шықпайды менің миыма. Ондай ой жоқ менде. Мен ойламаймын ол туралы. Неге мен басқа адамдар туралы ойлауым керекпін? Көрдіңіз бе? Мен назарымды өзімнің курсыма қоям. Мен сапалы білімді беруге назарымды қоям. Медитацияларымды жазуға маған 1 жылдай уақыт кетті. Әр медитациямды жазуға. Тағдыр хатымды жазуға. Дайын үлгілерді. Оны бір түнде жазған ештеңем жоқ ол. Көрдіңіз бе? Мен махаббатымды салдым жобама. Махаббатымды салдым. Яғни назарымды аудардым, өзіме сұрадым, не қалайым, не жақсы көрем, қандай істі бастасам болады деп. Көрдіңіз бе? Мен назарымды басқа біреудің курстарына емес, мен назарымды өзімнің курсыма, өзім әдемілеп күшті қылып жасадым мен. Сізге жететіндей етіп та, миыңызға құйып беретіндей қылып. Міне. Сондықтан мен ойламайым басқа адамдар да курс сатып жатыр, менікін алмай қалады деген тіпті уайымда жоқ менде. Көрдіңіз бе? Сол сияқты сізде де ешқандай уайым болмау керек. Өйткені сіз білесіз, тамаша қызмет көрсете аласыз, адамдарға жақсы етіп түсіндіріп бере аласыз. Сата аласыз, рилске шығара аласыздар ғой, неше түрлі рилстеріңізді, стористеріңізді, Инстаграм дүкендеріңізге шығарыңыздар. Сіздерге егерде ақша келмей жатырса, ісіңіз бар, бірақ ақшаңыз келмей жатырса, онда сіз махаббатыңызды қосуға ұмытып кеттіңіздер істеріңізге. Махаббат қайда? Мүмкін сіз дүкеніңізге барған кезде ескі заттарға қарап сіз ойлайтын боларсыз. Тағы да мына алдыңғы жылдың заттары әлі өтпей тұр. Ешкімге керек емес. Мына астатық көп менде. Деп сіз өзіңізге нағыз бағдарлама беріп отырсыздар.
яғни өміріңіздің, тағдырыңыздың сценарийін жазып отырсыздар. Мына товарларды, соңғы остатокты ешкім сатып алмайды деп. Сатып алмайды десең, сатып алмайды ешкім. Өйткені әр адам өз тағдырының авторы ғой. Сіз өзіңіздің өміріңіздің сценарийін Құдайдың құтты күні жазып отырсыздар. Ойлауыңызбен, сезінуіңізбен және айтуыңызбен. Остатокты ешкім алмайды. Остатокты ешкім алмайды. Остатокты ешкім алмайды деп айтып жүргеніңізге неше жыл болды? Қалай бизнесті аштыңыз басында, тап содан бері бүгінгі дейін сіз әлі айтып жүрсіздер. Остатокқа махаббатыңызды беріңізші. Сен де біреу алады. Рахмет өміріме келгеніңе деп. Бір жылуыңызды беріңізші. Алып кетеді. Талап алып кетеді адамдар. Кезекте тұрып, мен алайыншы, ұрысып қалады адамдар. Білесіздер ме? Мен алайыншы, мен бірінші келдім, жоқ, сен бірінші келдің деп. Соңғы остаток деп айтсаңыз, енді соңғы товар деп айтсаңыз да, адамдар ұрысып тұрып алады ғой бір-бірімен төбелесіп. Маған керек деп. Көрдіңіз бе? Қалай? Сіз солай ойлауыңыз керексіз. Менің затым дейтін күнде өтеді. Мына ақша аффирмациясы бар ғой, YouTube арнамда. Соны тыңдаңызшы. Вау. Ұшасыз ғой қаржылық еркіндікке. Күшті ғой. Ақша деген, ақша табу оп-оңай. Оп-оңай. Және де армандаған өмірді сүру, яғни армандарыңды лезде орындау оп-оңай. Тек сізге мына энергияны басқаруды үйреніп алу керек болды. Сіз энергияңызды керек емес дүниеге беріп отырсыздар. Білесіздер ме? Көрдіңіз бе? Егерде қарыздарыңыз болса, кредиттеріңіз болса, онда біз не істейміз? Біз не сатам, қалай сатам, қанша сатқым келеді деп соған назар аударамыз. Біреуден кімнен қарызға ақша сұрасам екен, қалай сұрасам екен, қашан берем деп айтсам екен деп ойламайсыз. Мен осы айда неше мың тапқым келеді? Неше миллион теңге тапқым келеді? Жазыңыздаршы, осы айда, осы жаңа жылда дейік. 2025 жыл, жаңа жыл, жаңа нұсқаңыз болғыңыз келсе, бастай қал. Жазыңыздар. Осы жаңа жылда, қаңтардың соңына дейін қанша миллион теңге тапқыңыз келеді? Енді былай жасаймыз. Былай ғой. Мен сіздерге бірден 10 есе, 20 есе артық жаз деп айта алмаймын. Өйткені, ол орындалады, егерде сіз нақты формуланы білсеңіздер. Сіздер формуланы білмейсіздер, армандарды лезде орындайтын. Сондықтан армандарды лезде орындайтын формула тек мен өз тағдырым авторым курсында айтылады. Сондықтан әзірше сіз былай бастайсыздар. Өзіңіздің желтоқсандағы табысыңыз қанша болды? 300 мың болды ма? 300 мыңды екіге көбейтесіздер. 600 мың. Осы қаңтар айында 600 мың деп жазыңыздар. Екіге көбейтеміз, егерде миллион тапсаңыз, желтоқсан айында, қаңтар айында мен 2 миллион деп жазасыздар. Окей? Міне, 2 миллион деп жазасыздар. Сол 2 миллион мен өз тағдырым авторым курсында мен сіздерге тағдыр хаты 50 дайын үлгілерін берем. Және де молшылық чегін қосып берем. Бұл дайын шаблон, соны толтырып біздер тағдыр хатымызды және молшылық чегімізді таңертең ұйқыдан тұрған кезде және жатар алдында 2 рет күніне оқимыз. Неге оқимыз? Біз өзімізге жаңа бағдарлама беру үшін өмірімізге, яғни түп санамызға. Көрдіңіз бе? Ол өте маңызды. Сіздер ойламаңыздар, мына табысты бизнесмендер, көп ақша табатын адамдар, олар молшылық чегін жазбайды деп. Олар жазады. Олар жазады, оқиды. Олар бағдарламалайды күнде өздерінің түп саналарын. Әйтпесе олар табысқа жете алмайды. Көрдіңіз бе? Олар мына түп санамен түп сана қалай жұмыс жасайтынын біліп алғанда. Сондықтан молшылық чегін жазу керек сізге. Желтоқсан айында 300 мың теңге тапсаңыз, оны екіге көбейтесіз, 600 мың деп жазасыз. Сосын
не істейсіздер? Назарыңызды жұмыс жасауға қоясыздар. Сторис шығару керек, рилс шығару керек. Қалай сатам? Тікелей эфирге шығыңыздар, сатыңыздар осылай. Менде осындай зат бар деп, міндетті түрде WhatsApp'та да шығарып жүріңіздер, нәтижесімен бөлісіп тұрыңыздар. Көрдіңіз бе? Осылай сіз назарыңызды 2-ге көбейттіңіз ғой, 600 мың теңгеге табамын деп қойсаңыздар, сіз қаңтар айдың соңына дейін сіз 600 мың табасыздар. Сосын ақпан айында оны тағы да үстіне қосасыздар. Яғни 600 мың, желтоқсан айында 300 мың таптыңыз, қаңтар айында 600 мың таптыңыз ба, ақпан айында 900 мың, немесе 1 миллион деп жазыңыздар. 1 миллион табам деп. Сосын соған әрекет етесіздер. Сол әрекетке берекет келеді, міндетті түрде. Бірақ молшылық чегіңізді және тағдырхатыңызды оқуды ұмытып кетпеңіздер. Таңертең және кешкісін оқыған кезде біз ұйқыдан тұрып тағдырхатымызды, 3 арман ғой, 3 арманды оқимыз. Сосын молшылық чегімізді оқыған кезде біз шабыттанамыз. Вау, мен осы ақшаны осы айда табам, вау деген сізде тербеліс елігіңіз көтеріледі. Жоғары тербеліс желігі, төменгі тербеліс желігі. Сіз күнделікті мүмкін мына төменгі тербеліс желігінде жүрген боларсыздар. Сондықтан сіздің табыс табуға, рилс шығаруға, Instagram сторис шығаруға сіздің көңіл күйіңіз жоқ. Тіпті ешқандай әрекет ететін көңіл күйіңіз жоқ. Өйткені сіздің энергияңыз осыған кетіп жатыр да. Ал сіз табысты болу үшін сіз өзіңіз көңілді көтеру керексіз. Сіз ешкімнен менің көңілімді көтеріп бер деп күтпейсіздер ғой. Әр адам өз-өзіне көңіл күйін көтереді ғой. Және де сізге ешкім міндетті емес сіздің көңіл күйіңізді көтеруге. Менің көңіл күйімді көтерген жоқ, немесе қызымнан күттім, қызым ананда жасаған жоқ деп отырмайсыздар ғой. Сіз өзіңіз күнде көңіл күйіңізді көтересіздер. Не үшін? Өйткені сіз көңіл күйіңізді көтерген кезде сіздің денеңізде бақыт гормондары бөлінеді. Бақыт гормондары бөлінген кезде сіз өзіңіздің армандарыңызға жақындай бастайсыздар. Міне. Сондықтан сіз жоғары тербеліс желігінде жүрген кезде, молшылық чегін, тағдырхатын оқыған кезде сіз көңіл күйіңіз, өзіңізді сенімдірек сенесіз. Сосын медитация тыңдау керек, міндетті түрде. Медитация тыңдағаннан кейін барып, сіз қалаған табысты лезде таба аласыздар. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, мен сіздерге бір күшті әңгіме айтып берейін. Мүмкін сіздің өміріңізде сондай адам болған шығар. Мені мұқият тыңдаңыздар. Кейде бір адамдар, бір бай адамдар делік, жоқ, кешіріңіздер. Кейде бір кедей адам дейік, кедей адам аз уақыттың ішінде байып кетеді. Бар ма сондай адамдар? Кедей адам сіз танитын, аз уақыттың ішінде байып кетеді, тез байып кетеді. Ол кедей адам қалай тез байып кетті? Өйткені ол кедей адам жоғары тербеліс желігінде жүрді. Яғни ол өзін тамаша сезінді, осы сәтке толық қатысты, мүмкін махаббат сезімін сезінді, ризашылық сезімін сезінді, керемет өзін сезініп жүрді, жоғары тербеліс желікке сезінгесін, ол тез байып кетті. Енді сосын бір 3 айдан кейін, немесе 6 айдан кейін, тіпті мүмкін 1 жыл, 2 жылдан кейін ол адам тез кедей болып кетеді. Яғни барлық ақшаларын жоғалтып алатын адамдар. Жоқ, сондай адамдар танисыз ба өмірлеріңізде? Бар, жоқ, жаза кетіңіздер төменде. Кедей болып аз уақыттың арасында байып кетеді, сосын 3, 4, 6 ай немесе 1 жылдың ішінде қайтадан кедей болып қалады. Неге деп ойлайсыздар?
Өйткені кедей адам жоғары тербеліс жиілігінде өмір сүрді, байып кетті ғой. Байып кеткеннен кейін ол кісі тербеліс жиіліктері туралы білмейді ғой. Мүмкін бұл кісіде ақшасы болғасын тәкаппарлық басталады, менсінбеушілік. Яғни ол ішінен жек көріп бастайды адамдарды. Сен ақмақсың, сен бұлай сөйлеме, дұрыс емес деп қатты бір жағымсыз сезініп бастайды өзін. Тәкаппарлық. Жиіркеніп адамдардан. Сосын адамдарға баға беріп бастайды. Қалай осы адамдарды түсінбеймін, кішкентай табыспен өмір сүреді, қалай сүреді екен, мен түсінбеймін деп баға беріп бастайды адамдарға. Сол үшін ол адам бірден кедей болып қалады, барлығынан айырылып қалады. Неге? Өйткені мен сіздерге айтайын, энергия деген ол моментально жұмыс жасайды. Моментально. Жаман сезіндің ба, жек көріп бастадың ба айналаңдағы адамдарды? Тәкаппарлық болды ма? Бітті. Энергия. Өйткені сіз соны сезіп тұрсыз ғой. Жек көру сезініп тұрсыз ба? Болды, бітті. Ол кісі байып кеткеннен кейін жек көру сезімі, тәкаппарлық сезімі болды да, сосын ол бірден барлық ақшасынан айырып қалып, қайтадан кедей болып қалады. Міне. Сондықтан байқаңыздар, энергиямен ойнамаңыздар. Өйткені энергия деген моментально жұмыс жасайды. Егер сіз өзіңіз қазірден бастап біреуді жек көретін болсаңыздар, доғарыңыздар оны. Өйткені сіз жек көрген кезде адамдарды, кез келген адам болсын, тіпті арасында біздер танымайтын адамдарда жек көріп жатады кейбір адамдар. Яғни сіз мүмкін блогер, мүмкін әнші, мүмкін бір бизнесмен, инстаграмдағы. Танымайсыз ол адамды. Бірақ сіз сол адамды көрген кезде сіз жиіркеніп бастайсыз да, қараптан қарап өзіңіз. Не үшін? Өйткені сіз өзіңізді сүймейсіз. Өзін сүйетін адам ешқашанда жиіркенбейді, жек көрмейді ешкімді. Өйткені өзін сүйетін адам өзіне жаман сезінуге рұқсат бермейді. Міне, мәселе қайда жатыр? Сіздер біреуді қатты жек көрсеңіздер, барыңыздан айырылып қаласыздар. Міне, Wi-Fi қалай жұмыс жасап тұр қазір? Моментально жұмыс жасап тұр ғой, менің даусым сіздерге бір секундқа жетпей жетіп жатыр ғой. Қазір мен Малайзияда Пенанг аралында отырмын, сіздер Қазақстанда отырсыздар. Қай қаладансыздар? Жаза кетіңіздер. Жетіп жатыр ғой менің сөзім, моментально. Тап сол сияқты энергия моментально жұмыс жасайды. Сіз не сезінесіз, соны аласыздар. Білесіздер ме? Не сезінесіздер, соны аласыздар. Енді таңертең кешке дейін Құдайдың құтты күні сіздер не сезініп жүрсіздер? Жақсы сезім ба, жаман сезім ба? Ренжіп жүрсіздер ма адамдарға? Өкпелеп жүрсіздер ме? Адам мен қалағандай әрекет етпегесін, мен сол адамға ренжіп қалдым. Өйткені ол адам мен қалағандай әрекет еткен жоқ. Сол үшін мен оған ренжіп қалдым деп айтасыздар сіздер. Ал ол адам сіз қалағандай өмір сүру керек деп кім айтты? Сізді ренжітетіндей. Көрдіңіз бе? Бұл таза манипуляция жатады. Егер сіз ойласаңыз, адам мені ренжітті десеңіз, онда сіз яғни өзіңіздің өміріңізге жауапкершілікті өзіңіз алмай отырсыз дегенді білдіреді. Ешкім сізді сіздің көңіліңізді көтеруге немесе барлық шаруаңыз жасап беруге міндетті емес. Тіпті сіздің жолдасыңыз сізге ештеңе міндетті емес. Сіз өзіңізге өзіңіз міндеттісіз. Егер жолдасыңыз үйде мусор төкпейтін болса, сіз оған ренжімеңіз. Оған неге ренжисіз? Сіз ренжімеуіңіз керексіз оған. Сіз оған жай ғана айтуыңыз керексіз. Жаным,
мусорды барып төге қоясың ба, өтініш деп жымиып бетіне қарайсыз. Сосын иә дейді ол. Сосын топ келгеннен кейін барып сіз жолдасыңызға айтуыңыз керексіз: рахмет жаным көмектескеніңе деп бір рахмет деген сөзіңізді айтасыз. Міне осылай адамға кез келген істі жасатып алуға болады. Өтініш деп айтып алып, сосын рахмет деп айтып арқылы. Ал сіздің жолдасыңыз сіздің ойыңызды оқып білмейді ғой. Сондықтан біздер сөйлесуді үйренуіміз керекпіз. Сөйлесуді. Иә? Біздер мұнда экстрасенстер емеспіз. Біздің ойымызды ешкім оқи алмайды. Сондықтан біздер сөйлесуді, сөйлесу берді ғой бізге Құдай, сөйлессіңдер деп. Сөйлесуді үйрену керек та, үйрену керекпіз. Сонда сіздер ешкімге ештеңе ренжімейсіздер. Міне. Ал сұрақтарыңызды жаудырыңыздар. Мен сіздерге жауап беремін. Сонымен, не істейміз? Ақша табамыз ба? 2025 жыл ол табыс жылы, өзіңіздің ең жаңа нұсқаңыз болу жылы. Негізі бар ғой, осы 2025 жыл анадай жыл, 2026 жыл мынадай жыл, 2024 жыл мынадай жыл деген ешқандай ғылыми дәлелденген факт жоқ. Өзгерісті кез келген уақытта бастауға болады. Яғни дәл қазір бастауға болады. Күтпеңіздер. Қашан келеді, мен әлі дайын емеспін деп. Өзгерісті дәл қазір бастау керек. Дәл қазір. Міне. Окей, сұрақтар. Қайда сұрақтарыңыз? Күлкіңіз әдемі, риза боламын дейді. Рахмет, Айнұр ханым. Көп рахмет. Осы айда 2 миллион тапқым келеді дейді. Окей, Айнұр ханым, молшылық чегіңізге жаздыңыз ба? Таңертең және кешкісін оқып жүрсіз бе? Әлде ой қош, қайдағы молшылық чегі деп ысырып тастап жүрсіз бе? Өйткені, қараңыздар, бұл өмірде бәрі 2 рет болады, иә? Бірінші мида, содан соң шынайы өмірде. Сіздің миыңызға келмеген нәрсе сіздің өміріңізге келмейді. Сіздер ойламаңыздар, мен күтіп отырмын, қазір біреу келеді да маған бәрін жасап береді деп. Жоқ, олай емес. Өзгеріс деген ішінде, адам ішінен басталады. Яғни сіз өзіңіз оқисыз, сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс. Жеке даму деген ол жеке саяхат, жеке сапар. Өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасауыңыз керексіздер. Ешкімге айтып, ақталудың қажеті жоқ. Мен мынандай курс оқып жатырмын, тамаша керемет болып жатырмын деп. Көрдіңіз бе? Сіздің назарыңызды басқаруды үйренуіңіз керексіз. Сіз назарыңызды өзіңізге қоюыңыз керексіз. Басқа біреуге айтып беріп, түсіндіріп беріп, тегін айтып берейін, барлығына керек қой деуде емес. Сіз назарыңызды өзіңізге қоюыңыз керек. Мен бірінші өзім жасаймын. Өзім өсіп дамып алам бірінші. Өзім нәтиже көрсетем деп сіз бүкіл назарыңыздың бәрін өзіңізге қоюыңыз керексіз да. Енді ұсынатын адамдар болса, айтыңыз, келетін жерлерге айтыңыздар, иә, 1-2 ұсыныстар. Бірақ беріліп кетіп, ол адамға қалай тағдыр хатын жазу керек екен, басынан бастап аяғына дейін өздеріңізді ұмытып кетпеңіздер деген ғой мына жерде. Көрдіңіздер ме? Біздер басқа адамдарды көп ойлап кетеміз да, өзімізді ұмытып кетеміз. Тағдыр хатын сатып алсақ, соны бөліскіміз келіп тұрады, бүкіл әлемге жариялағымыз келіп тұрады. Жазыңыздаршы деп. Ал сіздердің энергияңыз ше, сіздің уақытыңыз ше, сіздің сатып алған ақшаңыз ше. Сіз өзіңізді бағалауды үйренуіңіз керексіз. Міне. Ақша өзін бағалаған адамдарға келеді. Білесіздер ме?
Ол туралы мен өз тағдырым авторым курсында айтып түсіндіретін боламын. Мен өз тағдырым авторым курсы 12 қаңтар күні басталады. Сондықтан асығыңыздар, орындар тез толып жатыр. Күшті курс. Айына 700 мың теңге тапқым келеді дейді. Оп-оңай, Шынар ханым. Мына кәсібі бар адамдар бар ма арамызда? Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Кімнің кәсібі бар? Кімнің қандай кәсібі бар? Кәсібі бар адамдарға мен өз тағдырым авторым курсы деген бар ғой, я моментально кванттық секіріс болады ғой сіздерде. Ақша деген үйіліп келіп бастайды. Қалайсыз келіп тұрады. Сондай дәрежеге жетесіздер. Күшті бұл деген. Кәсібі бар жандарға. Ал кәсібі жоқ адамдарға мүмкін 1-2 ай уақыт кетер, кәсібін тапқанша, мына медитациялар тыңдап, миын тыныштандырғанша, назарын жаттықтыруды үйренгенше. Ал мен өз тағдырым авторымның курсы кәсібі бар адамдарға, айтып отырмын ғой, жетістікке тез жетесіздер. Арамызда мына неге шығардым ғой, нәтижелерге. Егерде нәтижелер, кім нәтиже алғанын білгіңіз келсе, Инстаграмда актуальныйда нәтиже дегендер бар. Нәтижеге кірсеңіздер, сонда адамдар бөлісті. Кәсібі бар жан бір күнде 200 мың теңге табам деп келіп, тапқым келеді деп. Соған арнадық біздер. Медитацияны да, тағдыр хатында, молшылық чегінде де. Соған арнап медитацияны бұлжытпай орындаған, менің айтқанымды бірде-бір бұлжытпай орындағасын, Құдайдың құтты күні 200 мың теңге тауып отыр. Оп-оңай, қиын, тыңдаңыздар өздеріңіз баранда. Оп-оңай тауып отыр. Күнде 200 мың теңге түсіп отыр ғой. Таң қалам дейді ғой кәдімгідей. Қалай айттым 200 мың деп, тап солай 200 мың күнде келеді дейді. Күнде. Қандай тамаша, я? Тап сол сияқты сіз шектеу деген жоқ. Мен сіздерге айтайын ба? Шектеу деген жоқ. Шексіз мүмкіндіктер бар. Шектеу деген ол сіздің жай ғана мына миыңыздағы шектеуші сенімдер сіздің жолыңызды жауып отыр. Жаңа айттым ғой, мүмкін сізде бір табысыңыз бар, кәсібіңіз бар, бірақ табысыңыз жоқ. Біреу сіздің жолыңызды біреу жауып тастағандай, бір жаңағы жолыңызды байлап тастағандай, немесе сізді дуалап тастағандай сәтсіздікке сезінсеңіз, мен өз тағдырым авторымның курсына келіңіздер. Мен сізге жолыңызды ашып берем. Сіз өзіңіз жолыңызды өзіңіз ашасыз. Білесіз бе? Сіздің жолыңызды ешкім жаба алмайды. Сырттан сізге ешқандай зиян келтіре алмайды. Сізге зиян келтіретін тек өзіңіздің шектеуші ойларыңыз. Болды. Табамыз соның бәрін. Сіз түсінесіз ғой? Осы жылдар бойы мен өзімнің шектеуші сенімдерімді таптым деп қатты қуанатын болады. Сол шектеуші сенімдерді тапқаннан кейін барып ақша деген құйылып келеді өміріңізге. Өмір тәтті ғой, тәтті. Білсеңіздер ғой. Сосын бар ғой, мен өз тағдырымның авторымның курсы бағасы 155.555 теңге тұрады. Бұл өте арзан баға. Бұндай сапалы білімге 24 медитация берем, және 4 тікелей эфир берем. Әр тікелей эфир 3 сағаттан менімен бірге жұмыс жасайсыздар. Бір топтық чатта. Кез келген уақытта сұрақтарыңызды қоя аласыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Сіз нәтиже аласыздар мен өз тағдырым авторым курсында. Мен нәтижеге жұмыс жасаймын. Сондықтан бұл өте арзан баға. Өте. Мен қазір қарап отырмын нарықта қандай бағалар бар екен салыстырып. Енді менің сапам өте жоғары. Тіпті менің сабағымнан 5 есе қымбат сабаққа барған жандар айтады ғой, Әйгерім ханым, бұндайды бізге ешкім айтқан жоқ деп. Тіпті 5 миллион теңгенің курсын сатып алдық, ондайды ешкім айтқан жоқ бізге дейді. Қаншама адамдар ізденісте жүр ғой, әр адам өзінің өмірінің тағдырының авторы болғысы келіп жүр ғой. Мен сіздерге нақты ғылымды берем, формуланы берем. Міне, осыдан кейін сіз ешқандай курсты алғыңыз да келмейді, тыңдағыңыз да келмейді.
Өйткені мен сізге нақты ғалымды айтамын, қалай жұмыс жасайтын. Болды, жаттап аласыз да болды. Күнделікті Құдайдың құттын күні жасыңыз 90-ға келгенше дейін соны қолданасыздар. Басқа ештеңе керек емес сіздерге. Сондықтан келіңіздер. Медитация қалай тыңдайды миыма басқа жақта дейді. Көрдіңіз бе? Сіз назарыңызды басқаруды үйренуіңіз керексіздер. Ең басты назарды басқаруды үйренеміз біздер. Назарды басқаруды үйренгесін сіз өміріңізді, тағдырыңызды басқара алатын күйге жетесіздер. Рахмет сұрағыңызға. Білем дейді сондай адамдарды. Иә. Кедей болды, аз уақыттың ішінде байып кетеді да, сосын 3 ай, 6 ай, 1 жыл, 2 жылдың аралығында қайтадан кедей болып кетеді. Неге? Өйткені ол адам тәкаппарлы болды. Тәкаппарлық, менсінбеушілік, өзінше мына жек көру басталды да, адамдарды төмен санап бастайды. Сіз адамдарды төмен санамайсыздар өздеріңізден. Егер өздеріңізден адамды төмен санасаңыздар, жолыңызды жауып отырсыздар өздеріңіз жауып отырсыздар. Соның бәрін анықтайтын боламыз мен ұстадарым авторлық курсында. Қалай ұмытамыз қылықтарын, істегендерін, ренжу туралы айтып отырсыз ба, Әсем ханым? Ұмытасыздар. Мен ұстадым авторлық курсына келіңіздер. Жоғалып кетеді ғой ол, өкпе, реніш дегендер. Жоғалып кетеді сіздің өміріңізден. Шығады да кетіп қалады. Бүкіл мына чемоданның барлығын жинап, мына өкпе, реніштер бар ғой сіздің өміріңізде неше жыл бойы сүріп жүрген, солардың барлық чемоданын жинап кетеді. Молынан кетеді. Ешқашанда келмейтіндей кетеді ғой. Шығарып жібересіз ғой, деймін, болды. Кіргізбейсіз сосын келесіде. Назарыңызды басқару арқылы. Бәрі мүмкін. Осы білімдерді қайдан оқыдыңыз дейді. Мен осы білімдерді ағылшын тілінде нейробиологтардан, ағылшын тілінде батыстағы үздік коучтардан оқыдым. Менің ұстаздарым өте көп. Ағылшын тілінде оқимын мен бүкіл ақпараттың барлығын, сосын сіздерге бірде-бір аударып, айтып, түсіндіріп беріп жатырғаным. Міне. Мен білімді кез келген адамнан алмаймын. Мен білімді үздік мамандардан аламын. Яғни, нейробиология, ғалымдардан аламын сабақты. Сондықтан мен ұстадым авторлық курсы бұл ғылыми дәлелдерге негізделген білімдер болды. Мен тек ғылымға сенетін адаммын. Абай Құнанбаев атамыз айтты ғой, ғылым таппай мақтанбады. Тап сол сияқты мен тек ғылымға сенем. Ғылым болмаса мен сенбеймін. Мен уақытымды өткізгім келмейді бостан-босқа. Ғылым болмаса да. Міне, сондықтан бұл мен ұстадым авторлық курсы 100% жұмыс жасайды. Астана, Тараз, Шымкент, Тараз, Алматы облысы, Абай облысы, Шымкент. Сонда ондай адамды жақсы көруіміз керек пе дейді. Енді отбасыңызды жақсы көруіңіз керексіз. Отбасыңызды, ыстық ұяңызды жақсы көруіңіз керексіз. Енді бұл өте терең тақырып десем болады. Өте терең тақырып бұл. Мен ұстадым авторлық курсында мен сіздерге ненің рас екенін, ненің өтірік екенін айтып берем. Болды. Көзіңіз ашылады. Оянасыз. Түсінесіз. Түсініп келеді сізге. Түсініп келгесін сіз бұрынғы өміріңізге оралмайсыз. Тіпті орала да алмайсыз. Бұрынғы өзіңіздің ескі нұсқаңыз бола алмайсыздар. Өзіңіздің тек жаңа нұсқаңыздан жаңа нұсқадан жаңа нұсқа болады сізде.
Қарақалпақстаннан, Нокис қаласынан дейді. Қош келдіңіз. Қазақстан, Талдықорған. Айка ханым, сіздің ютубтағы пайдалы видео медитацияларыңыз үшін рахмет, керемет көмектесуде дейді. Рахмет, жаным сол. Өте қуаныштымын. Ютуб арнамда медитациялар бар, аффирмациялар бар. Соларды тыңдаңыздар, міндетті түрде. Сұрағым бар еді дейді. Жаңа ай деген уақытты қайдан білуге болады, қашан жаңа ай басталғанын дейді. Окей, Google-да ашасыздар да, жаңа ай Қазақстан уақыты бойынша деп жазыңыз. Сонда шығады. Google-дан сұрап тұрсаңыз болады. Әр жаңа айды қашан болатын, мен Google-дан сұраймын өзім. Google-дан сұрасаңыз, Google айтады. Даусыңызда әдемі дейді. Көп рахмет. Айнұр ханым, молшылық чегін оқып жүрмін, бірақ оған жоғары жаздым дейді. Біздер, мен ұстадым авторым курсында, біздер сатымен өсеміз. Молшылық чегінде де сатымен жазамыз. Өйткені жоғары жазып қойсаңыздар, енді ол орындалмайды деп айта алмаймын. Орындалады. Бірақ енді сеніміңізге байланысты да ол. Сіз мына формулаға байланысты. Негізі мен өзім сатымен бастадым. Сатымен бастап, сатымен өстім. Мен сатымен өсем тек қана. Өйткені мен сатымен жүрсем, мен білем әйтеуір жетістікке жететінімді. 1-2 айда сол молшылық чек жазған молшылық чек келіп тұрады әйтеуір. Ал егер де одан да өте көп жазып қойсам, онда бір кішкене қайдағы деген бір сенімсіздіктер пайда болады. Сосын сенімсіздік болмау үшін, өйткені сенімсіздік деген не? Сенімсіздік деген ол сіздің жолыңыз жабатын сезім ғой. Жолыңыз жапса сенімсіздігіңіз, онда сіз ондай табысқа жете алмайсыз. Сондықтан біздер сатымен өсуіміз керекпіз. Мен ұстадым авторым курсында менің айтқанымды бірде-бір қайталап жасасаңыз, сіз табысқа лезде жетесіздер. Жаңа айттым ғой, күніне 200 мың теңге табыс тапқысы келді бір ханым. 12-ші күннен бастап. Мен ұстадым авторым курсын бастады. Сол 12 күн медитация тыңдады, практикасын жасады, барлық тәжірибелерін мен берген білімді жасады да, 12-ші күннен бастап күніне 200 мың теңге тауып бастады. Міне. Окей, құрақ көрпе жасаймын, аздап саудамда бар дейді. Қарымызы ханым, көп рахмет. Егерде кәсібіңіз болса, сіз оп-оңай мына құрақ көрпелеріңізді көп сата аласыздар. Және саудаңызды да жүріп бастайды. Мына тұпсанаға қалай бағыт бағдар беруі керек екен үйреніп алуымыз керекпіз, болды. Басқа сіздер ештеңе керек емес. Сіз өз тағдырыңыздың авторы болу өнерін меңгеріп алсаңыздар, болды. Сізге басқа ештеңе де керек емес. Мен сіздерге айтып түсіндіріп берем, қалай жұмыс жасайтынын. Кәсіп жоқ, сонда да күніне 2 миллион тапқым келеді дейді. Ол өте керемет, сізде мындай рух бар ғой. Сіз дайынсыз өзгеріске. Келіңіз курсқа. Таба аласыз 2 күннің ішінде 2 миллион теңгенде. Қандай кәсіп тиімді? Қазір мысал келтіресіз бе дейді. Сіздер білесіздер ме? Қараңыздар, иә? Қараңыздар. Бұл үлкен қателік. Қандай кәсіп тиімді деген сұрақтың өзі дұрыс емес сұрақ. Білесіздер ме? Өйткені қандай кәсіп тиімді деген сөз сіздің назарыңыз далада, ішіңізде емес. Сіз ішіңізде өзіңізден сұрауыңыз керексіз ғой. Мен
қандай кәсіпті бастасам болады, мен не сатқанды ұнатамын деген сұрақ болу керек бірінші. Міне, өйткені сіз егерде жаңағы ана кәсіп тиімді, мына кәсіп тиімді деп ертең егерде жұртты тыңдап, жұрттың айтқанын жасайтын болсаңыздар, сіздер сәтсіздікке ұшырайсыздар. Жабылып қалады бизнесіңіз. Өйткені сіз өзіңіздің ішкі түйсігіңізді тыңдаған жоқсыз. Бүкіл жауаптың барлығы сіздің ішкі түйсігіңіз айтады. Кез келген нәрсені сіз тіпті мынандай қолға тағатын браслетті тақсаңыздар да, сізге ұнай ма браслет жасаған? Яғни ішкі түйсігіңіз сізге осыны жаса деп тұрса, сіз осы браслет тауып, 2 күнде 2 миллион теңге таба аласыздар. Білесіздер ме соны? Бүкіл ақша, яғни үлкен табыс, қаржылық еркіндік, сіз сүйген іске келеді. Жұрттың айтқан тиімді іс затына емес сату керек. Жоқ. Сіздің өзіңіздің сүйікті ісіңізге келеді. Жүрегіңізден шыққан. Яғни махаббатыңызды салып, әдемі жасаған өзіңіздің сүйікті ісіңізге келеді. Қаржылық еркіндік. Қаржылық еркіндік ешқашанда біреуді сат деген затқа келмейді. Сіз өзіңізден сұрайсыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан Айжан ханым, сіз не сатқанды ұнатасыз, не жасағанды ұнатасыз. Медитация барысында 24 медитация беріледі ғой. Сол 24 медитацияны 7 күн тыңда деген медитациялар бар, 7 күн тыңдау керек болады. 21 күн тыңда деген медитациялар бар, солар 21 күн тыңдау керек болады. Сол медитациялар арқылы сіз өзіңізге жауап табасыз. Өйткені мен сізді өзіңіздің ішкі түйсігіңізбен таныстыратын боламын. Бүкіл өйткені жауаптың барлығын сіздің ішкі түйсігіңіз біледі. Сол айтады бәрін сізге. Бағыт бағдар беріп отыратын сол. Рахмет сізге, Әйгерім ханым, көп пайдалы ақпарат айтасыз. Сіз үнемі ютубтан қарап отырамын дейді. Көп рахмет. Көп рахмет. Жолымызды ашуға бола ма өзіміз дейді. Әрине. Мен сізге дейтін жол ашудың неше түрлі техникасын берем. Жолыңыз лезде ашылып кетеді. Мен сізге айтам қалай ашу керек екенін. Өйткені әр адам өз тағдырының авторы ғой. Жолыңызды ашатынды сіз, жолыңызды жабатынды да сіз. Білесіз бе? Сондықтан мистерге айтып берем, жолды қалай ашу керек екенін. Күшті жұмыс жасайды. Ғылыми дәлелдерге негізделген техникаларды беремін сіздерге. Жай ғана менің ойым емес, жай ғана менің сенімім, сезімім емес, бұл ғылыми дәлелденген факт айтып беремін сіздерге. Болды. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? О, Құлсардан. Сәлеметсіз бе, Гүлмира ханым. Құлсардан жерлесім. Қош келдіңіз. Вау. Құлсар деп оқып, жүрегім жылып кетті ғой. О, Құлсарын сағындым. Сізді бірінші рет тіркелдім. Бүгін өзіңізді таныстырасыз ба дейді. Менің есімім Әйгерім Ермұханбетова. Өскен жерім Атырау облысы Құлсары қаласы. Жасым 38-де. 1 қаңтар 1987 жылы дүниеге келдім. 24 жасыма дейін Құлсарда тұрдым. Сосын Малайзия еліне көшіп кеттім. Малайзияда оқып, жұмыс тауып, осында қалып қойдым. 2011 жылдан бастап мен Малайзия елінде тұрам. 9 жыл Куала-Лумпурда тұрдым.
2020 жылдан бастап Пенанг аралында тұрамын. Тұрмыстамын. Курс қымбаттау емес па дейді. Ақшасын жеткізе алмайтындар көп дейді. Жоқ, курс қымбаттау емес. Сіз курстың бағасын, 155.555 теңге тұрады ғой. Сіз сол бағаны бір айдың ішінде шығарып аласыз. Тіпті 10 еселеп шығарып аласыз. Білесіз бе, сіз риза боласыз ғой, осы курс сатып алғаныңыз үшін. Қатты қуанасыз. Өйткені сіз бұрынғыдай болмайсыз. Сіздің өміріңіз түбегейлі өзгереді. Өмірге көз қарасыңыз өзгереді. Өміріңізді қолыңызға аласыз. Бұл өзіңіздің өміріңізге жасайтын бірақ қана инвестиция. Бірақ қана. Егер де сіз осы инвестицияны өзіңізге жасамасаңыз, жасыңыз 90-ға келгенше дейін сол қарыздан қарызға, кредиттен кредитке өмір сүру жалғасады. Өйткені менде де өзім осылай өзіме инвестиция жасадым. Әйтпесе мен білдім, менімен бірдеңе дұрыс емес екен. Неге менің өмірім мен қаламағандай болып жатыр? Менің ойлау өрісім басқа, мен оны өзгертуім керекпін деп мен сұрақтың барлығын іздеп бастадым, яғни өзімнің ішіме үңілдім. Мен адамдарды өзгерткім келген жоқ. Мен өткені білдім, мен ойым өзгерсе, мен өмірім өзгеретін. Өткені әр адам өз тағдырын автор ғой. Сіз өміріңіздің сценарийін өзіңіз ойыңызда диалог құрып күнде жазып отырсыз. Ақшаңыздың жетіспеушілігі, товарыңыздың өтпей қалуы, сіз бәрін күнде өзіңізге айтып отырсыз да. Сол болып отыр, 100%. Егер сіз сәтсіздікке ұшырасаңыз, сіз оны өзіңіз шақырып алдыңыз. Өзіңіздің ойларыңызбен, сезімдеріңізбен және күнделікті құрған диалогтарыңызбен. Егер сіз сәтті, табысты болып кетсеңіз, онда сіз ойлау, ойыңызды өзгерттіңіз дегенді білдіреді. Өмірге көз қарасыңыз өзгерді. Мен сіздерге айтып отырмын ғой, бәрі мында. Әр адам өз тағдырының авторы. Сенесіздер ме? Мына ғаламмен достасып алсаңыздар, болды. Мына энергиямен достасып алу керек та. Энергияны қалай жұмыс жасайтынын біліп аласыз, болды. Сосын сол қағидаларды күнде қолданасыздар. Болды. Дәлелденіп қойды, ғылыми ғалымдар дәлелдеп қойды. Әр адам өз тағдырының авторы екен да. Қанша теңге тапқыңыз келеді, қанша миллиондап қапшықта тапқыңыз келе ма? Таба аласыздар. Оп-оңай. Тек энергияны басқаруды үйреніп алыңыз, болды. Күшті өмір. Ал осы білімді 155.555-ке бұл өте арзан баға. Және де мен сізге өзім, ешқандай менеджерсіз, ешқандай кураторсыз, мен сізге өзім жауап берем. Сіз менің энергиям, білесіздер, ең қымбат нәрсе, бұл мен өз тағдырым авторым курсында ең қымбат нәрсе, білесіздер ме? Менің энергиям сіздерге беретін. Өйткені мен сізге жеткізем бүкіл ақпараттың барлығын. Өзім жаздым, өзім өңдедім, өзім жауап берем сұрақтарға. Сіз менімен бірге жұмыс жасайсыздар да, куратормен, танымайтын куратормен емес. Немесе жаңадан келген, немесе білімі жоқ ешқандай куратордан емес. Сіз менімен бірге жұмыс жасайсыз, ұстазбен бірге. Сізге мықты ұстаз керек. Осының бәрін айтып шайнап беретін сіздерге. Тек айтып отырмын, мен сіздерге бәрін шайнап берем, жұтасыз ғой, болды. Өте қымбат. Негізі менің білімім өте қымбат. Тіпті авторлар айтады ғой, миллион теңгеге қойсаңыз күшті баға деп та, миллион теңге тұрады деп. Мен сіздерге соны небәрі 155.555 теңге сатып отырмын. 4 айға доступ беріледі. Және нәтижені сіздер 1-2 айдың ішінде моментально көріп бастайсыздар. Содан кейін
өзіңіздің нәтижеңізбен бөліссеңіз, мен сізге тағы да 2 айға доступ берем. Сонда сізде доступ 6 айға болады да. Үш сағаттан 4 рет эфирде сұрақ жауап па, әлде сабақ өткізесіз бе дейді. Сабақ өткізем және сұрақ жауаптар болады. 12 сағатты мен молынан беріп отырмын. Молынан. Өйткені мен сіздермен әңгіме айтқым келеді, яғни сұрақ жауаптар болады арасында. Сабақты түсіндіріп айтам, сабақты түсіндіріп айтып болғаннан кейін сұрақ жауап болса, соларға жауап берем. Және де сіздер сұрақтарыңызды топтық чатта кез келген уақытта қоя аласыздар. Курстың соңына дейін сіздер барлық сұрақтарыңызға жауап аласыздар менен. Топтық чатта бізде көптеген сұрақтар қойылады. Адамдар бір аптадан кейін нәтижелерімен бөлісіп бастайды. Өте қызықты өтеді. Өйткені сіздің сұрақтарыңыз басқаларына да пайдасы тиеді. Бұл топтық курс, сұрақтарды тек қана топтық чатқа қоя аласыздар. Ал жекеге хабарласқыңыз келсе, онда VIP курс бар. VIP курстың бағасы 555.555 теңге тұрады. 12 сағат тікелей эфир менімен бірге. Оның бағасы бөлек. Рахмет Қырмызы ханым сұрағыңызға. Мөлдір ханым, курсты оқып 100% нәтиже көре бастайсың. Шок болдым өзім дейді. Мөлдір ханым, менімен бірге тікелей эфирге шыққыңыз келе ма, бөліскіңіз келе ма өзіңіздің жетістігіңізбен? Курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Медитация гипноз ба дейді. Медитация енді өзіңді өзің бағдарламалау медитациясы. Яғни біздер миымызда жаңа нейрондық байланыстарды қалыптастырамыз медитациялар арқылы. Бұл 24 медитациялар ғылыми түрде дәлелденген медитациялар. Қараңыздар. Біздің өмірімізде мысалға мынау сіздің қалай айтсам болады қазір. Қараңыздар, былай айтайын сіздерге. Тек қана мынаны көрсетейін. Мынау сіздің миыңыздағы нейрондарыңыз. Мынау. Негативті нейрондарыңыз. Менің затымды ешкім сатып алмайды, мен кәсібім жүрмейді, мен сәтсіздікке ұшыраймын деген неше түрлі жағымсыз қорқыныш, реніш, ашу, ыза, керек емес нәрселердің барлығы сіздің қазір миыңызда осылай толып қалған. Көрдіңіз бе? Енді 24 медитация берем ғой сізге. Күнделікті тыңдайтын бар. Солар тыңдаған кезде, қараңыздар, сіздер қазіргі негативті нейрондарыңыз ғой. Солар, көрдіңіз бе, мынандайға айналады, азаяды, сосын мүлдем азайып қалады. Сосын біздер медитация тыңдау арқылы сіз өзіңіздің миыңызда жаңа нейрондық байланыстарды қалыптастырып бастайсыз. Яғни сіз өзіңізге сенімді болып бастайсыз. Денсаулығыңыз жақсарып бастайды. Армандаған өміріңізді, нақты мақсатыңызды құрамыз. Молшылық чегі бар. Солардың барлығы, сонда көрдіңіз бе? Сіздің армандаған өмір медитация тыңдап. 7 күн тыңда деген медитация 7 күн тыңдау керек болады, 21 күн тыңда деген медитация 21 күн тыңдау керек болады. Сонда сіздің миыңызда мына жаңа нейрондар байланыстар қалыптасады. Сіз қалағандай өмір. Яғни мүмкін жылына 4 рет шетелге сапар, әр ай сайын спаға барып тұру, массаж жасату өзіңізге, керемет. Солар сіз қалаған өмір. Аптасына 3 рет 4 рет рестораннан тамақ ішу, сіз қалаған автокөлік, сіз қалаған вилла, барлығы осылай
жаңа нейрондар миыңызда қалыптасып, сізге армандаған өміріңізді беремін. Яғни бұл мен емес беретін, менің жаңағы медитацияларым, техникаларым ғылыми дәлелденген. Солар сізге құрал болады, көмектеседі. Мен жай ғана ұстазбын, мен сіздерге тек бағыт бағдар берем, қалай мидың жұмыс жасайтынын айтып берем, энергияның қалай жұмыс жасайтынын. Тек соны жаттап аласыздар да күнделікті қайталайсыздар соны. Болды. Оп-оңай. Ақшаның келуі сенің көңіл күйіңізге байланысты дегенге сендім дейді. Лунара Бақытжан: осы медитировать еткен сайын неше түрлі түстер келетін болыпты, бірсе жақсы, бірсе жаман дейді. Окей, сіз мен өз тағдырым авторым курсындасыз ғой, қазір? Лунара Бақытжан, сіз мен өз тағдырым авторым курсындасыз ба? Егер де сіз мен өз тағдырым авторым курсында болсаңыз, міндетті түрде топтық чатқа жазыңыз, мен сізге сол жақта жауап беремін, не? Рахмет. Әр адам өз тағдырын жасап алады дегенге қатты сенемін дейді. Жаным сол. Құдай бізді өз тағдырыңның авторын өзің жаза ғой айналайын деп жіберді бізді. Сіз не сезінесіз, сол болады, болды. Егер өзіңді жаман сезінсең, онда өмірің де жаман болады. Егер өзіңді жақсы сезінсең, онда өмірің жақсы болады деп. Құдай бізді сен не сезінесің, соған жауап берем деп берді ғой, жіберді ғой бізді. Сен әр адам өз тағдырының авторы. Шешетін сенсің, өйткені бұл өмірде тек бір энергия, бір энергия, жаңа Wi-Fi сияқты ғой, көрдіңіз бе? Моментально жұмыс жасайды. Ол бәрімізге бір энергия, бір. Сондықтан біз не сезінеміз, соған байланысты да өміріміз. Лунара Бақытжан ханым, сіздің медитациялардан ол неге екен дейді. Егер мен өз тағдырым авторым курсында болсаңыз, топтық чатқа жаза қойыңыздар. Мен сізге осы сұраққа жауап беремін. Курсты алып, тапсырмаларды орындап, нәтижелерді көре бастадым дейді. Әлі көретіндерім өте көп дейді Мөлдір ханым. Көп рахмет бөліскеніңізге. Қалай көп ақша тапсақ болады дейді. Мен өз тағдырымның авторының курсына келіңіздер. 12 қаңтар күні басталады. Үлгеріңіздер. Өйткені алдағы уақытта курстың бағасы қазір 155.555 теңге, алдағы уақытта 222.222 теңгеге өседі. Сондықтан үлгеріп алыңыздар. Сонда ғана сіз көп ақша таба аласыздар. Сізге курс керек, күшті курс. Мен өз тағдырым авторым курсы сізге барады. Егер де көп ақша тапқыңыз келсе. Сіздің жолдасыңызбен танысқан историяңыз маған қатты ұнады дейді. Көп рахмет. Сара ханым жазып жатыр. Ханымдар, курс түкте қымбат емес. Сіз білмейсіз ғой бұл қандай сабақ екен. Керемет сабақ. Қазақстанда әлемде болмаған сабақ. Бұл дәндерім. Мен өз өмірімнің авторымын. Уже Айгерім ханым осы сабақта әдемі дейді. Рахмет, Сара ханым. Көп рахмет. Өте керемет қыздар. Шын айтамын дейді Сара ханым. Көп рахмет бөліскеніңізге. Сіздің эфиріңізге алғаш кірдім дейді Камшат ханым. Қош келдіңіз. Бибігүл ханым айтып жатыр, қыздар еке, Айгерім ханым медитациялары супер деп. Рахмет, Бибігүл ханым, бөлісіп жатырғаныңызға. Рассрочка бар. 12 айға бар, 6 айға бар. Рассрочка бар. Рассрочкамен бағасы 155.555 теңге болады.
12 айға бар. Мен осындай керемет медитацияны көрмеппін, естімеппін. Әйгерім, айналайын сенен керемет қой, керемет дейді. Жаным сол, көп рахмет Сара ханым бөлісіп жатырғаныңызға. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Тағы не айтайын? Сабақтың басталуына 3 күн қалды. Орындар шектеулі. Сондықтан көп күтпей өздеріңіздің жаңа нұсқаңыз болуға асығыңыздар. Бұл өте керемет сабақтар. Қыздар, курс керемет, оқып алыңыздар дейді. Көп рахмет. Калия ханым айтып жатыр. Тағы басқа сұрақтарыңыз бар ма? Осылай онда. Сабақ сағат нешеде болады дейді. Сабақ әр жексенбі күні 12:30-да басталады, 15:30-да бітеді. Әр жексенбі, 4 жексенбі, әр жексенбіде 12:30-да басталады, 15:30-да бітеді. 12:30-да басталады, 15:30-да бітеді, 12:30-да басталады, 15:30-да бітеді, 12:30-да басталады, 15:30-да бітеді. Жұмыста болсаңыздар, қаралмай алсаңыздар, сабақтар сақталады. Сіз еш нәрсені жоғалтпайсыз. Медитация арқылы баланы емдеп, жағдайын түзеуге болады ма дейді. Мен сіздерге бір күшті бірдеңе айтайыншы, 20 мыңнан астам ғалымдар медитацияның ең күшті адамға көмектесетін құрал екенін дәлелдеді. Тіпті неше түрлі номинациялар медитациялар, білесіздер ме? Өйткені біздің медитация неге армандарды орындайды, білесіз бе? Неге медитация, сіз медитация тыңдағаннан кейін неге сіз сәттілікке, ақшаңыз, жолыңыз ашылып, сондай болады? Медитация неге адамға көмектеседі, білесіздер ме? Өйткені медитацияны тыңдаған кезде сіздің жүйке жүйеңіз тынышталады. Мына күнделікті сіздің ойлайтын ойларыңыз бар ғой. Кредитімді қалай төлеймін, ананы жек көрем, мынаған жыным келеді деген неше түрлі мына жағымсыз сенімдер бар ғой, бейсаналы түрде. Сіз мүмкін білмейсіз ол бейсаналы сезімдеріңізді, бірақ ішіңізде бар мына қысым, неше түрлі мына төменгі тербеліс шерікте ойлайтын ойлар бар ғой, автоматты түрде күнде келіп қалады. Анау оқып қалса не істеймін, мынау оқып қалса не істеймін, қорқам, сенбеймін, тағы бірдеңе деген мазасыз ойлардың барлығы тоқтайды. Мазасыз ойлардың барлығы, күнделікті ойлайтын ойлар тоқтаған кезде сіздің жүйке жүйеңіз тынышталады. Сіздің жүйке жүйеңіз тынышталған кезде армандар бірінен соң бірі орындалып бастайды. Сол үшін неге медитация күшті? Неге 20 мыңнан астам ғалымдар медитацияның керемет құрал екенін дәлелдеп қойды ғылыми түрде? Бұл сандырақ емес, бұл ғылыми түрде дәлелденген. 20 мыңнан астам неше түрлі номинациялар алып, приздар алып, медитацияның керемет екенін дәлелдеді.
Өйткені жүйке жүйені тыныштандырады медитация. Күнделікті сіздің ойлайтын ойларыңызды ойлауды тоқтатасыздар. Сонда ғана өміріңіз өзгеріп бастайды. Көрдіңіз бе қалай? Сонда ғана сіз миыңызда жаңа нейрондық сіз қалағандай өмірді құрып бастайсыз. Міне. Басқаша мүмкін емес жетістікке жету. Тек миды тыныштандыру арқылы жете аласыздар. Басқаша жете алмайсыздар. Президенттер, миллионерлер, миллиардерлер, өте табысты адамдар, актерлар, актрисалар, олар қалай жетістікке жетіп отыр дейсіз? Олар осы дүниеге келгеннен бері сондай тамаша, керемет жетістікке жетіп жүр дейсіз ба? Жоқ, олардың барлығы өздерін жеке дамытуға инвестиция жасаған. Яғни олар курс сатып алып, жаңағы VIP курсын сатып алып, жеткілікті миларына ақпаратты құйып, энергиямен қалай жұмыс жасау керек екен үйреніп алып, миды тыныштандыру керек екенін біліп алып, олар жетістікке жетіп отыр. Олар неге бай адамдар байи береді? Байи береді. Сәтсіздікке ұшырамайды олар. Өйткені олар біледі энергияның қалай жұмыс жасайтынын. Медитацияның не екенін біліп алған олар. Яғни әр адам өз тағдырының авторы екенін біліп, соның өнерін меңгеріп алған. Өзімнің тағдырының авторы болу өнерін меңгеріп, қазір олар энергиямен басқарып отыр десем болады. Менде де мысалы қазір энергиямен басқарып отырмын. Мен энергияны басқаруды білем. Сондықтан мен қалаған өмірімді сүріп жатырмын. Сондықтан мен жылына 8 рет шетелге сапарға шығамын. Сондықтан менің табысым көп. Сондықтан мен қалаған жігітке тұрмысқа шықтым. Ал егер де мен өзіме инвестиция жасамасам, мен әлі отыратын едім. Басымды ана жарға соғып, мына жарға соғып, не істерімді білмей, қандай ісімді бастарымды білмей, ақшаны қалай табарымды білмей, от зарплаты до зарплаты жила бы. Көрдіңіз бе? Сондықтан келіңіздер, күтпеңіздер. Қазір өзгеріс қазір басталады. Сіз келесі аптаға қалдырсаңыз, келесі айға қалдырсаңыз, ол өмірде өзгермейді. Егер де шаршаған болсаңыздар, өміріңізді шынымен де түбегейлі өзгерткіңіз келсе, келіңіздер. Өйткені мен ұстадырым авторым курсында тек нәтиже көрсететін адамдармен жұмыс жасағым келеді. Өйткені менің айтқанымды бұлжытпай орындасаңыз, бірде-бір, сіз 100% нәтиже аласыздар. 100%. Өйткені мен сіздерге ғылымды айтам. Ал қасында негатив айтатын күйеу болса ше дейді, кедергі болып дейді. Ал кім айтты ол кедергі деп? Кім айтты сізге ол кедергі деп? Ол кедергі емес. Айтып отырмын ғой, жеке даму деген ол жеке сапар, жеке саяхат. Мен сізге үйретем қалай екен. Айтам сізге. Көрдіңіз бе, сіз күйеуіңізден көріп отырсыз да? Күйеуім негатив айтады, сондықтан мен бақытты емеспін. Сондықтан мен өсе алмаймын. Сондықтан мен өзгере алмаймын. Ол өтірік. Сіз сол өтірікке сеніп отырсыз. Мен сізге дәлелдеп берем курста. Ненің не екенін, қалай екен. Шындықтың не екенін мен сізге дәлелдеп берем. Сонда, дейсіз ғой. Өміріңіз түбегейлі өзгеріп бастайды. Жеке жүйеңізді тыныштандырсаңыз, барлық мәселе шешіледі. Шешілмейтін мәселе жоқ. Джо Диспензада сол медитация арқылы шешеді барлығын. Бүкіл аурудың барлығын. Джо Диспенза бүкіл аурулардың барлығы сол медитация арқылы шешіледі. Соны дәлелдеп берді ғалымдар. Ал менде сол ғылыми дәлелденген медитациялар бар. 24 медитациялар бар. Сабақ 12 қаңтар күні басталады, 12:30-да. Міне, Мөлдір ханым бөлісесіз бе? Медитация тыңдап болып, көзімді ашсам, арманым орындалған дейді. Жаным сол. Тікелей эфирге қосылғыңыз келеді ме, Мөлдір ханым?
рассрочкаға алуға болады. Иә, хабарласыңыздар WhatsApp-ма. Сабақтарыңызда дұға оқу бар ма дейді. Менің сабақтарымда дұға оқу жоқ. Менің сабақтарымда ғылыми дәлелденген ақпаратты берем. Мен ұстадырым авторым курсында мен сіздерге тек қана ғылыми дәлелденген ақпараттар берем. Болды. Мына энергияның қалай жұмыс жасайтынын айтып берем сізге. Қазір Мөлдір ханымды қосайық. Курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Қазір. Сәлеметсіз бе, Мөлдір ханым? Қалайсыз? Жақсымын, өзіңіз қалайсыз? Иә. Мен қуаныштымын. Мен де сізді көргеніме қуаныштымын. Иә, сайраңыз. Иә, мен Қалай болды? бірінші курс алдым. Курс алып, в общем, нәтиже бастадым. Енді мына жерде прямой эфирде курсты алған жандар бар, алмаған жандар бар деген сияқты ғой. Мен енді нәтижемен бөлісіп. Мен сол бірінші декабрьда сабақ басталды. Сабақтың бәрі қаттым. Өзімді қолға алдым. Қызығатын адамдар не істесе екен деп сондай етіп өзгерткім келеді да. Біреуге қызығып өмір сүргенше лучше өзім адамдар менің етіп. Қазір қарасам, бұрынғы мөлдірді кәдімгідей құшақтағым келеді ғой кәдімгі. Қазіргі мөлдір кәдімгі арасы деген курсқа қатысқаннан кейін. Содан мен айтайын дегенім, қазір денем мурашки келіп отыр. Мен постоянно сосын мен таңертең кешке тағдыр хатын оқимын, сосын медитациямды тыңдаймын. Содан бір күні мен жылына 4-8 сапарға саяхатты оқып жүрдім. Бірақ мен ойлаған жоқпын да, ол қалай болады екен, ол қалай барам деген сияқты бар ғой. Қазір мен жұмыста жоқпын дейді. Ой келген жоқ. Оқимын тапсырмаларды, бірақ андай менде не болды да. Енді Айгерім ханым біледі ғой, ол немен. В общем, бір медитация бар. Мөлдір ханым естілмей кетті дейді. Комментарийді өшіресіз бе дейді, Мөлдір ханым. Көрінбей тұр дейді. Дұрыс естілмей тұр. Иә. Интернетке мүмкін жақын отырарсыз, Мөлдір ханым. Қатып қалды дейді. Баян ханым сұрап жатыр, мында Сара, өзің неге шықпайсың, сенде нәтиже болмады ма дейді. Сара ханым алдыңғы тікелей эфирде шықты. Ютубта бар, көрсеңіз болады. Енді естіліп тұр ма? Енді естіліп тұр. Вау, супер.
общем айтайын дегенім, мен енді біз енді вообще өз басым шетелге енді саяхаттап көрген жоқпын да. Енді мен сізге айттым ғой, самолетке де отырып көрген жоқпын вообще өмірімде деп. Содан тағдыр хатымда енді жылына 4 рет шетелге сапарды оқып жүрмін ғой енді. Бірақ мен ойлаған жоқпын да, қой ол мүмкін емес, ол қалай барам, мен жұмыста жоқпын деген ой не болған жоқ. Оқып жүрдім. Сосын айттым ғой, шаг жасап жүріп, в общем, сондай неге финалға өтіп, финалдардың арасында мен бар екем, бірақ сол финалға өткен адамдардың арасынан путевка жолдаймын деп айтты ғой бағана кісі. Сосын сол кезде медитация тыңдадым да, ризашылыққа назар аудар медитациясын тыңдадым да, соны армандап қиялдадым ғой, кәдімгідей. Қиялдадым, көзімді қалай аштым, медитация тыңдап болып көзімді ашсам, WhatsApp'ты қарасам, сол марафонның группа чатын қарасам, шок болдым ғой, мама, мөлдір 67-60, мен қазір қалай соны қиялдадым, дәл солай кәдімгі 100-100 келіп тұр ғой. Мә деймін ғой, мен неше минут бұрын мен осыны армандап қиялдадым деп бар ғой. Мә, шок болдым ғой, шок, вообще бар ғой, вау дедім. Вообще мөлдір өміріңде сен шетелге бармай-ақ түгел сенің самолетке отырып көрген жоқсың ғой деп, ну қалай деп бар ғой. Кәдімгідей мен вообще сөзім жоқ бар ғой. Мен мына курсты оқымасам, сол баяғы негатив ой, бағана диалог құру сондай болатын еді да. Вообще мына мүмкін емес қой, мына уже миың деген мына қоқыстан толып жатыр, қайдағы бұл шетел деген сияқты ғой. Кәдімгідей бар ғой, ойлап қарасам. Сол апаларым да айтып жатыр ғой, мына курсқа қатысқанның арқасы, мына медитацияны жасап жүрген арқасы, тағдыр хаты, молчықшы, бұл жұтпай орындап жүрмін ғой. Мөлдір отырасың, таңертеңінде кей кезде не істейсің ғой, андай көзіңді ашып, бүйтіп ерігіп қаласың да, жоқ, оқисың деймін ғой, кәдімгі өзін заставлять етем, солай бар ғой, оқисың, болды, тыңдайсың деп бар ғой. Солай. Содан енді нәтиже көріп отырмын ғой. Енді апрель айына пландап отырмық, кішкене күн жылынсын деп. Сол, енді загранпаспортқа заявка беріп қойдым, 15 күннен кейін дайын болады. Сондай. И так-то ол не істеп жатыр, оны біз топтық жатта айтып жүр бәріміз. Сондай. Мен ойлаған жоқпын, марафонда мысалы мен қатысып жүрмін да, кешкі жүру марафоны ғой енді, 10 000 шаг жасаймын. Бірақ бұл жұтпай оны тапсырмаларын орындап жүрмін бағана. Отчет жібересің, видео отчет, бағана скриндап жібересің 10 000 шақты. Сондай да. Сосын финалға өттің дейді. Финалды қарасам мен тұрмын екен. Сосын тұрдым да, барында медитацияны тыңдадым да. Сосын ескертіп айтты, осы адамдар финалға өтті. Мен осындай күні прямой эфирде не деп бағана анықтаймын деп бағана финал. Көп адам анау бар ғой. Бүткіл Қазақтан қатысып жатыр ғой. Мә деймін ғой, ана жүгіру марафоны бөлек, жүру марафоны бөлек, отдельно не істеп қойған, андай не арқылы, программа арқылы не істеген, өзі таңдап көрсетеді общем. Содан мен түсіп тұрмын ғой. Содан мен эфирді көре алмай қалдым, бірақ сол уақытта мен эфир кезінде медитация тыңдадым. Бағана сонда елестеткен бар ғой, кәдімгідей. Қазір группа чат келеді, так осындай хабарлау айтады, мөлдір 67-60 ұтыс құттықтаймыз, құтты болсын деген. Еще деген түйе группада деген адамдар жазып жатыр, құтты болсын, құттықтаймыз деп. Соның бәрін елестеттім ғой. Қалай бар солай кәдімгідей. Сосын былай есептен не істедім ғой. Қазір телеграмға мақтанып не істеймін, бәріне жариялаймын, айтамын деп кәдімгі бар ғой. Дәл солай кәдімгі. Сосын айттым ғой, шаг жасап жүргенде самолеттер көрем, күндіз көрдім, түнде көрдім деп. Қиялдаймын ғой, бәрі жүргенде кәдімгідей. Мен шетел осымен кетіп батам деп бар ғой, кәдімгідей. Соны қиялдап, сөйтіп істеп жүрдім. Сондай нәтиже, үлкен нәтиже сол. Енді кішкентай нәтижелер и так не істеп жатыр. Бірақ енді миың, мына ауырлықтың бәрі кәдімгідей кетеді ғой. Жоғалып кетті. Айтыңызшы депрессия туралы. Айтып өтіңіз ғой сіз. Ол енді депрессияны күлем ғой деп.
иә, курсқа келместен бұрын мен енді Әйгерім ханыммен сөйлесіп тұрамын, не істеймін ғой, сонда ол кісі енді айтып жатыр ғой, курсқа келмей бәрібір не істемейді, ол тапсырманы орындауың керек бағана деп. Сон курсқа не істеместен бұрын мен депрессия, стресске жаман түсіп кеттім. Жылай берем, неше түрлі диалог құрамын, негативой, жұмыс жоқ, тазат әйтеуір, в общем, сондай да. Мә дедім осыдан. Болды, мөлдір, осыны қолға аласың, оқисың, тапсырманы орындайсың, болды. Нәтижесін көресің. Еще мен несіне қызықтым да, ғылыми дәлелдеген факт деген бар ғой, соған қызықтым да мен. 100-100 кәдімгідей орындалады дегенсін, мен соған не істедім де, қызығып соған мен қатысамын деп не істедім. Енді қазір курс бітсе, сабақ бітсе де біз әлі медитация тыңдап жүрік, сондай тапсырманы әлі орындап жүрік қой енді. Сондай. Негізі сабаққа қатыссаңыздар өкінбейсіздер. Мен енді неше аптада көрдім? Бір 3 аптадан кейін ба, 4-ші аптада ма көрдім ғой сол бағана нәтижені. Еще бағана нені тағдыр хатын уже бір күн қалғанда оқуыма бағана. Жылына 4 шетелге сапар. Последний сол 30 күн оқыдым ғой. Бір айдың ішінде орындалды, иә? Бір айдың ішінде. Иә. Вообще, мына неге не істемесең, отырасың, не жоқ, шетел жоқ, не жоқ, отырасың, сол негатив оймен деп. Қазір сол кей кезде ойлап қараймын, мөлдір осы жерде жаттың ғой сен, жылап, еңіреп, ананы ойлап, мынаны ойлап, депрессияда. Қазір сол мөлдірді құшақтарым келеді ғой, кәдімгі аяп бар ғой, кәдімгідей. Разница кәдімгі. Рахмет. Күшті. Енді бұл басы сіздің арманыңызды білемін мен. Арманыңыз өте биік. Енді оған жетесіз. Тек білесіз не істеу керек екенін, қолыңызда қазір барлық құралдар бар. Ғылымды таза біліп алдыңыз, қазір энергиямен басқаруды сіз жатқа білесіз. Сондықтан. Күшті. Көріскеніңізге көп рахмет. Сабаққа күшті. Нәтижені көріп бастайсыздар уже. Просто қолға алу керек та, орта жолда тастап кетпей. Болды, бастысы сол ғой. Сабақты оқып, мен сабақты қайта-қайта қарадым да. Видео сабақ, эфир сабақ бәрін. Қолым тигенде тек қарай берем, тек жазып алам, қарай берем, сондай. Тапсырманы орындап, сон. Сіздің сәлеміңізді айттым мамаға соғында. Қуанып, мен үшін сөйтіп жатыр екен деп. Сол күледі. Рахмет. Сондай. Көп рахмет. Ал енді келесі нәтижеңізбен бөлісерсіз, иә? Келесі айда. Жазам ғой. Ай сайын Мөлдір ханым шықпайды дейсіз ғой, Әйгерім ханым тікелей эфирден нәтиже бөлісіп. Мен айтайыншы деп. Нәтижеңіз көп болсын. Шыққаныңызға көп рахмет. Жақсы көремін сізді, Мөлдір ханым. Бұл білесіз бе, мен өз тағдырым авторым курсында бұл топтық жұмыс. Яғни бұл жеке даму, ол тек қана өзіңіз даму емес, бұл ұстаздың және оқушының бірге жұмысы. Мен сізге ақпараттарды берем, сіз бұлжытпай бірде-бір мен айтқандай жасасаңыздар, 100% нәтиже аласыздар. Сондықтан, Мөлдір ханым, мен сізді құттықтаймын, сіз тамаша оқушысыз, өз тағдырының авторы болғысы келіп, мен айтқаның барлығын бұлжытпай жасағаның арқасында сіз қазір нәтижеге жетіп отырсыз да. Көрдіңіз бе? Бұл сіздің санаңыздың күші. Әр адам өз тағдырының авторы. Көрдіңіз бе? Мен сіздің маған рахмет айтып жатырады ғой енді авторлар. Әйгерім ханым сізге рахмет деп та. Сонда мен айтатыным, рахметті өздеріңізге айтыңыздар. Өйткені сіз өзіңіз жүйелікті қолданып, жүйелі түрде медитациялар тыңдап, жүйелі түрде тағдыр хатыңызды оқып, бұлжытпай жасағанның арқасында біздер қазір екеуміз нәтижеге жетіп отырмыз да. Бұл енді топтық нәтиже. Көп рахмет. Мен өміріме сіз сияқты адамдарды күнде қалаймын ғой, шақырам. Мен өз тағдырдың нағыз авторы болу өнерін меңгергісі келетін, өмірімді түбегейлі өзгерткім келеді деген адамдарды оқытқым келеді мен. Нәтиже көрсететін. Яғни менің айтқанымды бұлжытпай орындап болды. Мен тек
бәрін шайнап бердім сіздерге, тек жұтасыздар болды. Дайын бәрі дайын. Тек санаңызды ашып, Әйгерім ханым не айтады, соны жасаңыздар, болды. Басқа ештеңе де керек емес. Түсініп өздігімен өзі жауаптың барлығы келіп жатыр сіздерге. Иә? Енді идея бар, соны ертең тағы айта жатармын. Тағы не бар? Қолға алайын деп жатыр. Папам бір Окей. идея Супер. бастайық дейді. Соны қолға алып бастайық. Бизнес деп бар ғой. Соны Күшті. Енді көрдіңіз бе, осы минус тағдырдың авторынан курсынан кейін сіз ешқашанда сәтсіздіктерге ұшырамайсыздар. Білесіз бе? Ешқашанда сәтсіздікке ұшырамайсыздар. Сіз тек өсесіздер, болды. Шектеу деген болмайды сізде. Өйткені сіздер қазір энергияны қалай басқаруға үйреніп алдыңыздар да, болды. Ешқашанда сәтсіздікке ұшырамайсыздар. Кез келген ситуациядан оп-оңай шығып кетесіз ғой. Тіпті мәселе келіп тұрса да, сіз мәселеден бүйтіп айналып өтіп кетесіз. Жолыңыз ашық болады әрдайым. Мөлдір ханым, көп рахмет қатысқаныңызға. Окей, келесі кездескенше, келесі нәтижеңізді тыңдауға шақыратын боламын сізді келесі айда. Сау болыңыз. Тағдыр хатын азанда оқуды ұмытып, басқа уақытта. Тағдыр хатын біздер таңертең ұйқыдан тұрғанда оқуымыз керекпіз. Сосын кешке жатар алдында оқуымыз керекпіз. 2 рет, күніне 2 рет оқуымыз керек болады, иә? Жаным Әйгерім, сенің сабағың, жаным, сен адал қыз екеніңді көрсетті міне дейді. Сара ханым, көп рахмет, жаным сол. Молодец, Мөлдір ханым, сізді құттықтап жатыр бәрі. Сабаққа ер адам қатысуға бола ма дейді. Сабаққа ер адам қатысуға болады. Бізде ер адамдар бар. Тіпті жасы 75-ке келсеңіздерде де қатысуға болады сабаққа. Керемет нәтижелер көрсетіп жатыр. Мен таң қалған ғой, үлкен кісілер қатысып жатырғанда бар ғой, риза болған ғой кәдімгідей. Күшті, иә? Бұл нәтижелер қанша уақытта жұмыс істеп басталды дейді. Негізі, минус тағдырдың авторының курсына келсеңіздер, бұл жұтпай менің айтқанымды бірде-бір орындасаңыздар, 7 күннен кейін барып өзгерісті көріп бастайсыздар. Сіздің миыңыз, ойлау қабілетіңіз өзгеріп бастайды да. Сіз бұрынғыдай бола алмайсыз. Сіз кәдімгідей түсініп бастайсыз. Окей, мен жаңа нұсқама айналуым керекпін, мен бұндай баяғыдай бола алмаймын деп сіз орала алмайсыз. Сіз тек күнделікті техникалар жасау арқылы, медитацияларды орындау арқылы бұл жұтпай. Сана сезіміңіз өзгеріп бастайды. Сана сезіміңіз өзгергесін сіздің өміріңізде өзгеріп бастайды. Тіпті егер кәсібіңіз болса, 12 күннің ішінде адамдар күніне 200 мың теңгеден ақша тауып жатыр. Күніне, бір күнде 200 мың теңге. 12-ші күн басталды. Ми тыныш болсын ғой. Сен ойлағандай негатив жоқ, қайдағы анау мынау деген сияқты жоқ қой енді уже. Курсқа келгесін бәрін шектаматын уже. Шектеу дейтін жоғалып кетеді. Тек медитация тыңдап, соның ішінде жүресің ғой кәдімгідей, миың кәдімгідей тынышталады оған, каждый тыңдағанда. Күшті. Маған үйде прикол ұстайды. Мына кірмеңдер, намаз оқып отыр деп. Медитация тыңдап жатырғанда ма? Современный намаз деймін ғой. Современный намаз. Ғылыми дәлелденген намаз деп па? Жандарым сол. Прикол ұстайды ғой әйтеуір. Сіз үшін қуанғанымнан бір жылап алдым ғой дейді Равшан ханым. Менде де көзімнен жас шықты. Мен қатты қуандым ғой, қатты секіріп қуандым ол жерде.
Аха. Нұргүл ханым айтады, эфирде отырғандар бәріміз 12 қаңтарда басталатын курстың чатында болайық дейді. Болайық. Нұргүл ханым. Курсты алып, жолдасымыз екеуміз тыңдасақ болады ма дейді. Болады. Курсты алып, өзіңіздің ыстық ұяңызда неше адам бар, солармен бірге тыңдасаңыз болады. Болады. Мен ұстадырым автордың курсындағы медитацияларды біздер жаңағы көп адамдар отбасымен бірге тыңдайды. Үйіндегі тұратын бір адамдармен тыңдайды да. Жасым 58-де дейді. Ешқашанда кеш емес. Тіпті мен ұстадырым автордың курсына 75 жастағы адамдар келіп жатыр. Ойлау өмірлері өзгеріп жатыр. Жоқ, кеш емес. Сіздер бар ғой, жасыңыз 90-ға келгенше дейін кеш болмайды. Сіз тірі болсаңыз, осы дүниеге де соңғы күніңізді сүргенше дейін кеш емес. Өйткені сіз тірі жансыз. Түсінесіз бе? Сіз энергиясыз, сіз жансыз. Жанға өзгеру, қалаған өмірін сүру ешқашанда кеш емес. Мадина ханым айтады, сабағыңызға қатысқым келіп кетті ғой дейді. Келіңіз, Мадина ханым. Кемпірлер, шалдар бармыз Мөлдір ханым мен сабақта дейді Сара ханым. Көп рахмет. Кәсібім жоқ болса ше дейді. Кәсібіңіз болмаса да сіз бастай аласыз. Кәсіпті табасыз, өйткені медитацияны тыңдау арқылы сізге бүкіл жауаптың барлығы келеді. Медитация бұл да бір құлшылық дейді. Медитация жеке жүйені тыныштандырады ғой. Сіздің жеке жүйеңіз тынышталған кезде бүкіл армандар орындап бастайды. Көрдіңіз бе? Сол үшін бұл ғылыми дәлелденген тәсіл. Мен ұстадырым автордың курсында мен тек ғылымды үйретемін сіздерге. Болды. Бүкіл жауаптың барлығын сіз ғылым арқылы білесіз. Осылай. Ал келгендеріңізге көп рахмет. Мөлдір ханым, қатысқаныңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Менің WhatsApp-ма хабарласыңыздар, курс алатын болсаңыздар, немесе дайректіме жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Баршаңызды күтем курста. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.